Танымал болғың келсе, тыңдарманды тек әніңмен емес, образыңмен де таңғалдыруың қажет. Осы қағиданы ұғынған отандық жұлдыздар образына көп көңіл бөлетін көрінеді. Бірі жалт-жұлт еткен матадан киім тіктіріп шығынданса, басқасы керісінше готикалық нақышта ерекшеленіп жатыр. Ал 91 тобы стильді киіну үшін еліміздегі мен деген сәнгерлерді жалдап, ешкімге ұқсамау үшін барын салған. Ендеше, эксклюзивті киімдердің бағасы қандай екен? Келесі сюжеттен білейік. Адам көркі шүберек. Бүгінгінің әнші бишілері бет-әлпет пен киім-кешегінің өзгелерден ерек болғанын қалайтыны рас. Елімізде киген киімімен ақ жұртты елең еткізетін орындаушылардың қатарына алдымен 91 тобы жайғасады. Жігіттердің көпшілік арасында шу тудырған өлеңдерінен бұрын стильдері жайлы барша жан жарыса жазып жүр. Бірі сынайды, енді біреулерге бұл ұнайды. Сұрашы, саған деген сезімдерімнің өлшемін ешкім жауап бермейді, себебі шексіздік есептелмейді. Осындай стильді ойластырып жүрген әнші жігіттердің өздері емес, ол 23 жастағы Бибота брендімен танымал дизайнер Бота Бақытжан. Бикеш осы топпен 2015 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бір жылдық келісімшартқа отырған ол аздап үзіліс жасап, 2017 жылдың аяғында жаңа келісімге қайта қол қойған. 2016 жылы түсірілген ол қайтадан. Қалай қарайсың, сол кездердегі толықтай концерт, бір жылдық концерті болған, соған тіктік. Маманның осы салада еңбек етіп жүргеніне 2 жылдың жүзі болған. Шетелден қымбат маталарға тапсырыс беріп, тіпті европалық дизайнерлердің туындыларын қолды еткен ол 91-дық мемберлердің әрбір киіміне аса мән беретінін айтады. Образдар өте жарқын, көзге кішкене үйреншікті емес. Мысалға, соңғы бейнебаянда үлкен шляпа жасаған боламыз тесіктермен, өлең тыңдайсың, көз алдына елестетесің, режиссер оператормен сөйлесесің, қандай локация болады. Соған байланысты өлең мағынасына қарайсың да, соған байланысты жасайсың образдарды толығымен. Ал ендеше соңғы шыққан аяма бейнебаяндағы серілердің киім үлгілерімен таныс болайық. Айта кетейін, бұл киімдердің бәрі түп нұсқалар. Бұл пиджакты балаға тіккен болатынбыз. Соңғы клипқа аяма деген. Бұл қымбат мыта араб елден. Мен стилист болғаннан кейін толықтай концертке қатысқан киімдер менде болады. Өзі өте қатты духи себеді. Бір ай бойы шығып тұрады есі. Не лампаспен, ези сондай 91 ішінде ең сондай эподажды бала деп айтса болады. Шебердің киім үлгілерінің көбі заманауи оюмен өрнектелген. Кез келген дизайнердің ерекшелігі болатындай Биботаның қолтаңбасы осы оюлар болмақ. Байқаған болсаңыз, Бикештің өзі туындыларының бірін үстіне киіп алған. Ендеше бұл киімдердегі суреттердің мағынасына тоқталсақ. Енді үстімде киіп тұрған киім худи деп аталады. Қазірде соңғы коллекцияның шығарылған киім. 91 балаларды киіп жүр. Бұл жерде міне пантера көрсетілген, міне пантера бейнеленген. Осындай бомбер бар. Бұл жерде Тамирис бейнеленген. Сонымен, Иглзды толғандырған сұраққа келсек, бұл туындылардың бағасы қанша? Бұл енді бір 50 мыңға жуық болады. 50 мың доллар десең. Мынау баланың киімі, биде киген 20 мыңға тұрады. Группа стилисті болғаннан кейін кейде скидка жасап тұрасың. Бұл, например, пиджакты біреуін 50-60 мыңға тігеміз. Осындай шалбар болса, ол 20 мың көлемінде. Дизайнер 91 тобынан бөлек Ұлытау тобы Димаш Құдайберген, Зируза секілді отандық жұлдыздармен де жұмыс жасаған. Бірақ тұтынушыларының басым көпшілігі қарапайым халық дейді ол. Және де солардың ішінде сатылымға шыққан киімдердің 80%-ға жуығын жастар сатып алады екен. Гүлайна Ақсұңқар, Руслан Хасанов, Хедлайнер.